Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай творықтан өте дәмді етіп, жұмсақ, бір жасағаннан шығатын дәмді печенье жасап көрсететін боламын. Алдыменен видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керекті бұл жерде 250 грамм ұнымызға 100 грамм сармайымызды салып, ұнымызбен бірге араластырып алатын боламыз. Ал толық ұнымыз бен майымызды араластырып, енді үстіне 100 грамм секерімізді саламыз. Бұл жерде секерді сахарный пудраменен де алмастырсаңыздар болады. Және де 8 граммдай разрыхлитель салдым. Бұл жерде мен разрыхлитель с шафраном деген түрін пайдаланамын. Сіздердің жасаған печеньелеріңізде цветін осындай сарғыш әдемі жақсы дәм беретін болады. Және бір жұмыртқамызды салатын боламыз ішіне. Және 250 грамм творығымызды салып, барлығын жақсылап біріктіріп, қамырымызды илейтін боламыз. Ал қыздар, міне толық қамырымыз дайын болды. Енді бір 10-15 минут кішкене тындырып, сонан соң қамырымызды ұн сеуіп оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Енді қамырымыз қатты қалыңдау болмау керек. Сәл бір жарты сантиметрдей жұқалықпенен жайып кесетін болыңыздар. Ал қыздар, мінекей толық қамырымызды жайып, кесіп, мен осындай формада жасадым. Егерде сіздер фантазияларыңызды қосып, басқаша түрде формада жасасаңыздар да болады. Өте дәмді печенье бұл. Бір жасағаннан сіздерге ұнайды деген үміттемін. Алдағы уақытта сіздерге тағы да көптеген дәмді тоқаштарменен, дәмді астарменен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және лайктарыңызды басып, өз достарыңызбенен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет, мені қолдап отырған, және осы видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап отырған жандарға көп рахмет. Сіздер үшін әрдайым жаңа астарменен бөлісетін боламын. Ал мінекей печеньемізді духовкада бір 25 минутта 180 градуста пісті.
осылайша етіп печеньелеріңізді бетіне сахарный пудрадан сеуіп жүрсеңіздер болады. Ас болсын.